Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сендер үшін екі нәрседен қорқамын. Олар дүниеге тірек болатындай сезімдеріңе және нәпсілеріңнің ашкөздігіне алдануларың. Өйткені дүние құмарлық сезімде болу ақыретті ұмыттырады. Нәпсінің ашкөздігіне алдану пендені ақиқаттан адастырады. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ашкөздік және құр қиял туралы айтатын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам дүниеге құнығу, дүние құмарлық, дүние үшін сараңдық жасау, міне осы үш нәрсе құраған кедейлікке, бітпеген тіршілікке, байлықтан ажыратқан қайғыға итермелейтініне кепілмін деп айтқан. Риуаяттарға қарағанда Абу Дарда радиаллаху анха Хумус еліне бұлай деген: "Уа Хумус елі, ішінде тұрмайтын бос үйлерді салудан, құр қиялдарға алданудан, жегеннен шектен тыс мал мүлік жинаудан ұялмайсыңдар ма? Сіздерден бұрын өткендер биік ғимараттарды салып, көп мал мүлік жинаған және өздерін дүниені тіреп тұрғандай сезінген, бірақ салған ғимараттары олардың мазары болды. Дүниені тіреп тұрғандай сезімдері жоғалды және жинаған мал мүліктері ешбір іске жарамай қалды." Әзірет Али радиаллаху анха Әзірет Омарға: "Екі досыңа, пайғамбарымыз бен Әзірет Әбу Бәкірге жолығуды қаласаң, киген киімің жамаулы және аяқ киімің ескі болуға тиіс. Дүниені тіреп тұрғандай сезімдерге алданба және ешқашан қарның тойып тамақтанба" деп насихат айтты. Әзірет Адам алейхиссалам ұлы Шиис алейхиссаламға 5 насихат айтты және бұл насихаттарды келешекте өз ұлдарыңан өсиет қылып кетуін өсиеттеді. Оның айтқан насихаттары мынадай: Бірінші, ұлдарыңа бұл дүниеге сеніп алмауды өсиетте. Өйткені мен мәңгілікте пейішке беріліп кеттім де Алла мені ол жайдан шығарды. Екінші, ұлдарыңа әйелдерінің қалауымен бір іске бармауын өсиетте. Өйткені мен жұбайымның қалауына мойын сұнып, тыйым салынған ағаштың жемісінен жегенім үшін өкіндім. Үшінші, ұлдарыңа әрбір істің соңын алдын ала ойлауын өсиетте. Егер мен жасаған ісімнің соңын ойлағанымда, басыма жалпыға мәлім болған бәлелер келмес еді. Төртінші, егер бір істі бастарда көңілдерің күмәнданса, ол істен алыс болыңдар. Өйткені мен тыйым салынған ағаштың жемісін жейтін кезде көңіліме күдік ойлар келген еді. Бірақ соған қарамай ол істен бас тартпағаным үшін ақырында өкініп қалдым. Бесінші, бір істі бастарда оны жақсы білгендермен кеңесіңдер. Егер мен тыйым салынған ағашқа жақындамай тұрып, періштелермен кеңессем, басыма бұл бәлелер келмес еді деп айтқан екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы бір хадисінде бұлай деген: "Бұл үмбеттің амандығының басы тақуалықта болғандай, құрдымға кетуі де сараңдықпен дүниені тіреп тұрғанда еш өлмейтіндей сезімдерге алдануда." Үмміл Мунзирдің бұлай деп айтқаны риуаят етіледі. Бір күні түнде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалардан: "Уа адамдар, сендер Алладан ұялмайсыңдар ма?" деп сұрады. Сахабалар: "Уа Расулалла, не болды?" деді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам оларға: "Жеп таусалмастай байлық жиясыңдар, құр қиялдарың артынан жүгіресіңдер, тұрып үлгере алмастай көп үй саласыңдар" деді. Сахабалардан Абу Сағид аль-Худри радиаллаху анху айтады: "Бір күні Усама ибн Зайд ибн Сабиттен ақшасын бір айдан кейін бермекші болып 100 дирхамға бір күн сатып алады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның: Усаманың бір айлық несие сауда қылған сендерді таңғалдырды емес пе? Ол өзін еш өлмейтіндей сезініп қалыпты. Аллаға ант етейін, мен көзімді ашқан сайын қайта жұма бере Алла жанымды алама деп ойлаймын. Бір нәрсеге қараған сайын қайта жерге қарауға үлгермей өлем бе деймін. Аузыма тамақ салған сайын оны жұта алмай өліп тамақ кеңірдегімде қалып қалама деп ойлаймын" деп айтқанын естідім. Достар, айтқымыз келгені мұсылмандар кедей болсын, нашар тұрсын, армандамасын емес, әрбір адам, әрбір мұсылман жақсы өмір сүруге армандауға құқылы. Бірақ шектен шығып
асыра сілтемеген дұрыс деп ойлаймыз. Видео сіздерге ұнады деген үміттемін. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Тіркеліп лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеомыздың көбісін оқырмандарымыз тіркелмей қарайды екен. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан да тіркеліп қоюды, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.